Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы да бір жаңа узор үйренеміз. Мінекей. Қараңыздаршы, қандай күшті әдемі, мінекей. Мен мынау қанық түспенен осындай жіппен тоқып көрейін дедім. Мінекей. Оң бет осындай болса, теріс беті мінекей осындай. Мінекей, көрдіңіздер ғой, қандай тамаша керемет. Ал енді мен осы узорды ақ жіппен де көрейін дедім. Мінекей. Ақ жіппен тіптен де тамаша болады екен, Мінекей. Шемпір, кардиган, шолақ жең бәрін тоқуға да болады бұдан. Мінекей, көрдіңіздер қандай керемет әдемі. Ал енді тағы бір айта кететін жағдай, мына бір узор өзі 7 көзден тұрады, сосын 4 қатардан тұрады. Біз қазір ең бастапқы 2 қатарын 2 теріс 7 оңмен бастайтын боламыз. Мінекей, мына жерде ең бастапқысында. Сосын бұдан кейін бұны тоқымаймыз. Мынау негізгі узор болып кете береді әрі қарай. Түсінікті ғой, Ал енді осы узорымызды қазір бастап көрейік. Мен жаңа ғана осы ақ жіппен тағы да тоқып сіздерге көрсетейін дедім. Сосын мына жерде мен 22 көз алдымда мынау теріс жағынан барлық көздерді терісіне тоқып шықтым. Оны өздеріңіз көріп отырғандай, бұл да ақ жіппен керемет болады екен. Ал кеттік ендеше. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бұл бастапқы узорымыздың бірінші қатары. Ал бірінші көздер қашанда біз іліп аламыз. Енді қараңыздар. 2 теріс. 1, 2, 7 оң. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 теріс. 1, 2, 7 оң. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 теріс. Осымен узорымыздың бастапқы қатарының бірінші қатары аяқталды. Екінші қатарда сурет бойынша біз барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, көрдіңіздер ғой, бұл узорда өте оңай. Мінекей, осыменен біздің бастапқы қатарымыздың екінші қатары аяқталды. Көрдіңіздер ғой, Мінекей, осы тоқыдық. Енді бұдан кейін бұл қатарларды біз енді тоқымаймыз. Енді узорымыздың негізгі қатарларын тоқиық. Бірінші қатары. 2 теріс. 2 оң. 1, 2. Енді қараңыздар. Мына 3 көзден 3 көз шығарамыз, Бірақ ортада бетінде мына ортадағы көз болу керек. Түсінікті ғой, Ол үшін біз мына оң білтекешпен мына бірінші көзді, екінші көзді мінекей сол қарай қаратамыз да, мына сол білтекешпен мына жақтан мінекей
мінекей. Мына жіпті мынау сол білтекешті осылайынан өткізіп аламыз да, мінекей мынау бетінде қалды, иә. Қайттан оң білтекешке кигізіп, үш көзді де үш көзден үшеу шығарамыз, мінекей. Бір жіпті шығарып алдық, бір жіпті іліп алдық. Үшеуінің арасынан тағы бір жіпті өткізіп алдық, мінекей. Көрдіңіздер ғой, иә? Ортадағы жіп ортада қалды, мінекей. Екі оң, екі теріс, екі оң, тағы бір қайталап жіберейік. Мінекей, үш жіп, мінекей, үш жіп. Бірінші көзді, екінші көзді солға қарай қаратып, сол білтекешпен екі арт жағынан екі көздің ортасынан осылайынан өткіземіз. Мінекей, ортадағы жіп көз деген мына ортада қалды. Иә, оны қайтадан оң білтекешке өткізіп, мына үшінші көзді дәл солай өткіземіз де, осы үшеуінен үш көз шығарамыз, мінекей. Көрдіңіздер ғой, иә? Ортадағы жіп ортада қалды. Екі оң, екі теріс. Осымен узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Екінші қатар. Екінші қатарда сурет бойынша біз барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Көрдіңіздер ғой, қандай қызық узор өзі. Керемет. Мінекей, осыменен біздің узорымыздың екінші қатары аяқталды. Жаңа айтқанымдай, бұл узор өзі 4 қатардан тұрады. Ешқандай қиындығы жоқ. Үшінші қатары. Екі теріс. Енді қараңыздар. Мынау бірінші, екінші, үшінші көз, иә? Бұны да дәл қазір үш көзден үшеу шығарамыз. Мынау үшеуін біз қазір солға қарай қаратамыз. Мына оң білтекешпенен. Мінекей, біреу, екеу, үшеу, иә? Сөйтеміз де сол білтекешке қайттан кигіземіз де, мынау сол жақтан оң білтекешімізді арасынан өткізіп, мінекей, үш көзден үшеу шығарамыз. Мінекей, көрдіңіздер ғой, иә? Сонда мынау оң көз оң жаққа қарай төселіп жатыр. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Бір оң. Ал енді мына жақта, бұл жақта бұл көздерді ешқандай да түртпейміз. Сол күйінше үшеуден үш көз шығарамыз, болды. Мінекей. Екі теріс. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір көз, екі, үш көзді біз солға қарай қаратып, сол білтекешке кигіздік те, мынау сол жағынан оң білтекешті арасынан өткізіп, үш көз шығардық осы үш көзден. Мінекей. Мінекей. Бір оң. Енді мына жақта мына үш көзді ешқандайды түртпей, үшеуінен үш көз шығарамыз. Мінекей. Екі теріс. Осымен узорымыздың үшінші қатары аяқталды. Төртінші қатар. Төртінші қатарда сурет бойынша біз барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей. Осыменен узорымыздың төртінші қатары аяқталды. Мінекей, узорымыз шығып келе жатыр, иә? Енді қараңыздаршы. Мінекей,
мынау екі оң екі жаққа қарай қарап тұр, міне кетіп бара жатыр, мінекей. Көрдіңіздер ғой, міне. Енді әрі қарай қалай жалғастырамыз? Бір көрсетіп жіберейін. Екі теріс. Есімізге түседі қазір. Екі оң. Мынау үш көзден үшеу шығарамыз. Ол үшін мынау екі көзді сол қарай қаратып, мына сол білтекешпен мына жақтан, мінекей, мынау бірінші көз жақтан, арт жағынан өстіп сол білтекешімізді кигіземіз, мынаны қайттан оң білтекешке кигізіп, үшінші көзді де кигіземіз, үш көзден үшеу шығарамыз, мінекей. Көрдіңіздер ғой, сонда ортадағы жіп ортада қалды. Екі оң, екі теріс, екі оң. Тағы бір қайталап жіберейік. Мына ортадағы жіп ортасында қалу керек. Үшеуден үшеу шығару үшін. Ол үшін мынау бірінші көз, екінші көз, екеуін сол қарай қараттық. Сол білтекешпен мынау, мінекей, арт жағынан, мінекей, осылайына кигізіп алдық та, көрдіңіздер ғой, сол кезде мына ортадағы жіп ортада қалды, міне. Оң білтекешке қайттан кигізіп, үшінші көзді де кигіздік те, сөйтіп те үш көзден үшеу шығардық, міне. Хопа, мінекей. Көрдіңіздер ғой, ортадағы жіп ортада қалды. Енді екі оң, екі теріс. Осымен узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Екінші қатарда сурет бойынша біз барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоғып шығамыз. Мінекей, осымен узорымыздың екінші қатарды аяқталды. Узорымыздың үшінші қатары, екі теріс. Мінекей, мына үш көзден біз үш көз шығарамыз. Ол үшін мынау оң білтекешпен үшеуінде де сол қарай қаратып, оң білтекешке кигізіп алып, қайттан сол білтекешке кигіздік те, мынау сол жағынан үш көзден үшеу шығардық, мінекей. Мінекей. Көрдіңіздер ғой. Бір оң, мына үш көзді ешқандай да тиіспейміз. Жай ғана үшеуінен үш көз шығарамыз. Мінекей. Екі теріс. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір, екі, үш. Сол білтекешке кигізді. Сол жағынан үш көзден үшеу шығардық. Мінекей. Бір оң. Мына үш көзді біз жай ғана үшеуіне үш көз шығарамыз. Мінекей, болды. Екі теріс, осымен узорымыздың үшінші қатары аяқталды. Төртінші қатар, соңғы қатары. Бұл қатарда сурет бойынша біз барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, көрдіңіздер ғой, узор деген қандай керемет өзі. Узордың ішіне бір кіріп кетсең, қайтып шыға алмай қаласың. Мінекей, осыменен узорымыздың төртінші қатары аяқталды. Ал енді узорымызды бір көріп жіберейік. Қараңыздаршы. О, қандай керемет, негізі ақ жіппенен әдемі болады екен, тамаша. Мінекей. Енді осылай әрі қарай жалғастырып кете бересіздер.
мына жерде 2 терісі 2 оң, мынау 3 көзден 3 аласыздар. Тек ортасындағы көз ортасында қалу керек. Міне, мыналар сияқты. Көрдіңіздер ғой, иә? Бар болғаны осы, соны ескеріп қарап отырасыздар. Ал, енді үлкен тоқымамызды көрейік. Қандай керемет, е? Тамаша. Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген узорым осы болатын. Оқыңыздар, көріңіздер, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сау, сәлеметті болыңыздар. Жақсы.